Бисмилля қыздар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен осындай әп-әдемі өзім үнемі тапсырысқа жасайтын пельмен бауырсағының рецептісімен бөлісемін. Осындай қытырлақ, дәмі деген керемет болып шығады. Бір жасаған адам, жеген адам қайта-қайта жей бергісі келетіндей пельмен бауырсақ сіздерге де жасап жеп көруге кеңес беремін. Алдымен ыдысымызға сары майды үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Майды ертіп жіберу қажет. Дәл осылай араластырып, майымызды ертіп аламыз. Май ергеннен соң үстінен жұмыртқа және дәміне қарай тұзымызды саламыз. Өзіміз жобалап ұнымызды салып, жақсылап араластырып алғаннан соң ұнымызды салып, қамыр илейміз. Қамырымыз біздің орташа қаттылықта болған дұрыс. Міне осындай қамыр болуы қажет. Бетін жауып, демалуға қоямыз. Ол аралықта піскен картоп езбесіне тұз бен бұрышты салып жақсылап араластырып аламыз. Қыздар, мен пельмен бауырсақтың толық рецептісін описаниеге жазып қалдыратын боламын. Сол жерден көре аласыздар. Сіздерге де міндетті түрде бір рет болсын жасап жеп көруге кеңес беремін. Себебі өте керемет болып шығады. Менің пельмен бауырсақтарымды алған клиенттерімнің барлығы дәл риза. Сол үшін де жасап көріңіздер. Ал енді қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Қамыр біздің қатты жұқа емес, еттің қамыры сияқты етіп жайылуы қажет. Тым жұқа емес, тым қалың емес, орташалау болғаны дұрыс. Қыздар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен бұдан да керемет рецепттермен бөлісетініме сенімдімін. Егер осындай ирек кескіштеріңіз болса, осындай кескішпен кесуге кеңес беремін. Өте әдемі көрінеді, түйген кезде де, піскен кезде де. Дәл осылай үсті-үстіне қойып, тағы да кесіп шығамыз. Пельмен бауырсақтарыңызды тым майда етіп кесіп қоймаңыздар, себебі майда пельмен бауырсақтар қатты әдемі көрінбейді. Осылай орташа ірілікте кессеңіздер болады. Қамырымыздың дәл ортасына картоп езбесін салып, шеттерін қатты басып түйеміз. Ашылып кетпеуі қажет, себебі қуырып жатып ашылып кетсе, майды бүлдіруі мүмкін. Міне менің пельмен бауырсақтарым жалпы дайын, ал енді қызып тұрған майға салып, орташалау отта қызартып қуырып аламын. Міне осылай майға түскен соң, жаңағы пельмен бауырсақтарымыздың өзі көтеріледі. Міне осылай әп-әдемі етіп қуырып аламыз. Егер видео ұнаса, лайк басып пікірлеріңіз қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған жанар назарларыңызға рахмет. Егер жасап жатсаңыздар, ас болсын. Міне осындай қытырлақ әрі күшті болып шығады.